Оспан Жанерке, жасы 11-де, туған жері Алматы облысы Іле ауданы Өтеген Батыр кенті. Жетістіктері: 2023 жыл Жаңа Қазақстан 100 дарынды балалар байқауының жеңімпазы. 2022 жыл Жас жұлдыз республикалық байқауы Гран-при. 2022 жыл Самғау республикалық байқауы Гран-при. 2023 жыл Мен де жұлдыз боламын республикалық байқауы 2-ші орын. Түркия Мәскеуге 40% жеңілдік сертификаты. 2023 жыл Жарық жұлдыз республикалық байқауы Гран-при. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен де жұлдыз боламын YouTube арнасында біздің кезекті сұхбатымыз. Бүгін бізде қонақта жас домбырашы Оспан Жанерке. Жанерке, қош келдің, қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Күшті, рахмет. Жанерке, енді өзіңді осы біздің YouTube арнамыздағы көрермендерге толық таныстырып өтсең. Менің есімім Оспан Жанерке, 11 жастамын. Алматы облысы Іле ауданындағы Өтеген Батыр кентіндегі номер 1 балалар музыкалық мектебінде оқимын. Керемет. Осы өнермен айналысып жүргеніне қанша уақыт болды? Неше жасқа? 2019 жылдан бастап қолға алдым домбыраны, 4 жыл болды. 4 жыл болды. Ең алғаш қандай шығарма үйрендің домбырадан? Еркемайды үйренген. Ән бау? Жоқ, күй. Күй, осы домбырадан саған кім сабақ береді? Көпжанова Әсия Өлеханқызы. Әсия апайың, Ана Әсия апайыңнан сабақ аласың, Осы кезге дейін қанша күй үйрендіңдер? Біраз күй үйрендік. Мысалға, осы жылы біз Кербез қыз, Бал бұрауын және біраз шығармалар үйрендік. Керемет. Осы сіздерге күйлерді үйреткеннен кейін ары қарай сіздер дамыту үшін байқауларға қатыстырады, жалпы байқауларға қатысып тұрасың ба? Қатысамын, онлайнда, офлайнда қатысамын. Есіңде қалған қандай байқаулар бар? Есімде қалған, осы жылы менде Жас жұлдыз дегенге қатысып, өткен жолы ғана бас жүлде алып гала концертке ұтып алған болатынмын. Керемет. Және мен де жұлдыз боламын жарысында 2-ші орын алғанмын. Және Грузияға жолдама ұтып алдым. Керемет. Енді халықаралық байқауға барасың, Керемет. Халықаралық байқауға шығыпты, тәжірибе алмасып тұру керек. Енді ол жақтан да олжалы ораласың деген сенімдеміз. Ал енді орын алмай қалған байқауларың болды ма? Болды. Ол былтыр болды. Баласинг жарысында мен Кербез қыз дегенді ойнағам, рөлге кіргенмін, тырысқанмын, бірақ 2-ші орын алып қалдым. Жалпы байқаулардан орын алмай қалған кезде ренжисің ба, әлде өзіңді ары қарай қамшылайсың ба? Ары қарай қамшылаймын. Керемет, негізі сол дұрыс, Жалпы осы өнерде кімді өзіңе үлгі тұтасың? Дина Нұрпейісова. Дина Нұрпейісова сияқты атақты күйші болғың келеді, арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Ал өмірде ше? Өмірде анамды, себебі анам ол алдына қойған мақсатына жетеді. Керемет. Негізі, дұрыс айтасың, өмірде өзінің анасын үлгі тұту керек. Енді жалпы өмірде даму үшін, мақсатқа жету үшін көп білу керек, көп оқу керек. Жалпы кітап оқып тұрасың ба? Қандай кітап оқыдың? Көбінесе бізде әдебиеттік оқуда әртүрлі шығарма және әңгімелер болады. Ең қатты ұнаған ол бауыр деген. Ол жерде бауырын таппай қалған және соңғы жағында бауырын қатты сағынып, әрең дегенде тауып алған кезде. Керемет. Оқиғаға негізделген кітаптарды оқисың, негізі дұрыс. Енді болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді? Атақты домбырашы болғым келеді. Атақты домбырашы, яғни өнер саласында қаласың, арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Енді бізге домбырадан бір шығарма бере аласың ба? Қандай күй орындайсың? Кербез сұлу. Кербез сұлу орындаймын.
бәрекелді, керемет. Жанерке, мен сенден жаңа төсбелгі көріп тұрмын да қазір. Қандай төсбелгі ол? Ол жүз дарынды оқушыларынан кірген кезде Астанаға барып осы төсбелгіні алған болатын. Мемлекеттік, иә? Иә. Кім табыс етті? Ұмытып қалдың ба? Саят 100 дарынды бала, иә? Иә. Керемет. Үлкен жетістік деп ойлаймын, жалпы ол. Енді Жанерке, өзің сияқты өнерпаздарға қандай тілек айтар едің? Алдына қойған мақсатына жетіп, артқа қайтпасын деп тілеймін. Мақсаттарына жетуде артқа шегінбесін дейсің. Жанерке, саған да бүгін уақыт бөліп бізге сұхбат беруге келгеніңе көп рахмет. Болашақта өзің айтқан атақты күйші болуыңа тілекшіміз. Біздің қазақтың домбырасын әлемге танытатын бір Қазақстанның мақтан тұтар азаматшасы бол. Ең бастысы ата-ананың үмітін ақта. Біз саған тек қана сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермендер, біздің кезекті сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.